Ассалаумағалейкум Қуаныш аға, мына халықаралық етті қойлардың көрмесіне келіп, тамашалауға келіп отырмыз. Мына осы қой шаруашылығында алға қойып атқан қандай жұмыстар атқарылып жатыр, сол туралы айта кетсеңіз. Уалейкум ассалам. Қой шаруашылығы бойынша бүгін халықаралық деңгейде выставка көрме организовать етіп жатырмыз. Құдай қаласа бүгін көрме өтіп жатыр. Кеше қонақтарды Қырғызстаннан, Қазақстанның солтүстік жағынан Еділбай порода және басқа қылшық жүнді породаларының директорлерінің шаруашылықтардың үлкен адамдары келді. Россиядан келді, Франциядан келді, сол сияқты Өзбекстаннан да делегациялар келіп, бізге кеше өзіміздің отырысқа қатысып, не қалай болатын выставка жөнінде ақылдасып істегенбіз. Құдай қаласа мына выставкалардың награждениялары болды. Бүгін министерстводан награждениялар болды. Научный институттан награждениялар болды бізге. Түркістан облысынан, ауыл шаруашылығынан бөлімдерінен, Түркістан облысының қаласының, енді ауданның бөлімдерінен нелер болды, награждениялар болды. Солар өткеннен кейін міне қазір выставкалар басталды. Бұл выставкамыздың мақсаты қой бағытын, қой саласын өте биік дәрежеде ұстау. Мынау именно өзімізге Европадан қазіргі болатқан жағдайлар шетелден ет керек деп жатыр. Қой құйрық жағынан мынау коронавирус болған жағдайда бізде құйрық көп ізделді, ең пайдасы бар деп сияқты. Баяғы ата-бабамызда сол құйрық жеп өскен, ешқайсысы ауырмаған, бұндай болмағыр ауыр бар, болмаған деп ойлаймын да біз жақта. Сол сияқты бізде қой көрмесін не қылып жатырмыз? Біз жаңа породаны қолға алып жатырмыз қазір. Жаңа породадағы ойымыз, мынау қазір Қырғызстандағы біздегі Арашан породасын өздері тіркеп алды. Соны Құдай қаласа бізде осы жылдың ақырына шейін жаңа породаны тіркесек, сол бұл Арашан породадан да үлкен породаны Құдай қаласа біз шығарып жатырмыз. Сол жаңа жылға шейін біз әлемге паш етеміз. Сол жаңа порода жөнінде. Бұның айырмашылықтары биіктігі биік болады, жуандығы болады. Қозы түскен кезде 10 кило, 12 килограммға шейін болып түседі. Қозы кезінде жүні қылшық болады, құлақтары да қатты ұзын болмайды, орташа болады. Құйрық салпы келмейді. Таулы аймақтарда жүру үшін құйрық салпы болса арасы құрттай бастайды. Соған байланысты құйрығы таңқы, көтеріңкі, салмақты, өз аяғымен таулы аймақтарда жүретін сол жаңа породан дайындап жатырмыз. Сол 4 айлық кезінде бір 70-80 килограмм шығатындай қозыларды сол породағымен жұмыс істеп жатырмыз. Сол бағытта. Өте керемет, жұмыстарыңызға жетістік тілейміз. Осы алға қойған мақсаттарыңыз, осы сіздер осы шаруашылықта, мал шаруашылығында ең бірінші мақсатта жем-шөп мақсаты ғой. Осы мал ұстағаннан кейін ол жемі бар, шөбі бар, және де витамин дейміз. Соларға байланысты қандай өзіңіз ойыңыз бар осы Қазақстанның? Енді Қазақстан өнімін бәрін пайдаланбадық. Мынау қазіргі өнім бойынша бентабакты пайдаланып көрдік. Мынау выставка дайындар алдын бентабактың мынау қошқарларымыз көп жем жеп қалса күпті болып қалар еді. Бір 10 күнге шейін тамақ жемей сол болып жатады екен. Бұл бізге мынау осы фирмадан бентабакты микробиологиясынан бізге бентабакты ұсынды. Осыны пайдаланға бері бізге салмақ қоса бастады. Қошқарларымыз қатты қиналмады. Өзінің усвоимости күштірек болып, салмақ басуы тездетіп көбейе бастады. Ең қысқа мерзімдерде де весті үлкен дәрежеде алуға болатын не алып жаттық. Енді қалғандарымыз пайдаланып көрген жоқпыз. Құдай қаласа осы немен микробиология өнеркәсіппен жұмыс істей бастаймыз. Құдай қаласа бәріңізге осыны қалай айтам, орысша айтқанда совет береміз дей ма? Осымен пайдаланып көріңіздер. Қошқарды семірту жөнінен таза өнім болғаннан кейін ешқандай химиялық қоспалық жоқ. Бұл өзімізде шығып жатқан өнім, өзіміздің өнімді қолдайық деп ойлаймын. Сол сияқты осы брошюраларды алып, оқып, ары қарай жұмыс істеулеріңізге сәттілік тілейміз.